Қабақ каналына қош келдіңіздер. 7 сынып биологиясының жасушалық биология, су және органикалық заттар бөлімі бойынша жиынтық бағалауының тапсырмаларын бірге орындаймыз. Тапсырма 1. Тіршілік деңгейін қарапайымнан бастап күрделену ретін белгілеңіз және атауларын жазыңыз. Ең бірінші қарапайым деңгей С. Жасушалық деңгей, өсімдік жасушасы. 4-ші Е. Ұлпалық деңгей, дерма. 3-ші А. Мүшелік деңгей, жүрек. 2-ші Б. Мүшелер жүйесі, ас қорыту жүйесі. 1-ші Д. Ағзалық адам. Тіршіліктің А және Б деңгейлеріне анықтама беріңіз. А. Мүшелік деңгей ұлпалардан түзіледі. Мүшенің денеден тұратын орны, белгілі құрылысы бар және нақты қызмет атқарады. Б. Мүшелер жүйесі белгілі бір қызметті бірігіп атқаратын мүшелер. Мүшелер жүйесі оқшауланып қызмет атқармайды. Организмде белгілі бір нәтижеге жету үшін бірігіп қызмет атқарады. Қалай ойлайсыз? Ағзада жасуша көп пе, әлде ұлпа ма? Жауабыңызды түсіндіріңіз. Ағзада ұлпадан көрі жасуша көп. Себебі жасуша тірі организмдегі ең кіші құрылымдық деңгей. Ал ұлпа бұл шығу тегі, құрылысы, қызметі ұқсас жасушалар тобы. Жасушалар бірігіп ұлпа құрайды. Өсімдік пен жануар жасушасын салыстырыңыз. Жасушалардың салыстырмалы белгілерін кестеге толтырыңыз. Бірінші белгі жасуша қабықшасы. Өсімдік жасушасында жасуша қабықшасы қалың, жасуынықтан клетчаткадан тұрады. Жануар жасушасында қабықшасы жұқа, белсенді қозғалады. Екінші белгі пластидтің болуы. Өсімдік жасушасында цитоплазмасында пластидтер бар, күн көзінен энергия түседі. Жануар жасушасында пластидтер жоқ. Үшінші белгі қорға жиналатын заты. Өсімдік жасушасында қорға крахмал, ал жануар жасушасында гликоген жинақталады. Судың тірі ағзалар үшін маңызын анықтаңыз. Биологиялық қасиетіне келетін болсақ, бізде су жасуша цитоплазмасының құрамына кіреді. Ағзаны сусызданудан қорғайды, теріні ылғалдандырып тұрады. Физикалық қасиетіне жасушаның термореттелуіне қатысады. Ағзадағы үдерістердің жүру жылдамдығын арттырады, жасушаның осмостық қысымы реттейді. Ал химиялық қасиетіне еріткіш және де тітіркенішті қамтамасыз ететін энергия көзі қызметін атқарады. Картоп жаңғақ дәндерінде органикалық заттардың бар екенін анықтау жолдарын ұсыныңыз. Картоп кесілген картопқа йод тамызыңыз. Тамызған жерден көгергенін байқаймыз. Бұл крахмал бар екенін көрсетеді. Жаңғақ өзегін қағаз парағында ұсақтасаңыз, қағаздағы ақуыздың іздерін байқаймыз. Назарларыңызға рахмет. Видеома лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліңіздер. Бұл менің жұмысыма өте көп көмектеседі. Рахмет.